әйел балалар, ер балалар отыр. Сосын мен айтып жатырмын ғой, сырымды атының сөзі бар. Жол мұраты жету, қыз мұраты кету деп өзім риторикамды айтып жатсам, сонда бір қыз айтады, сіз кешіріңіз дейді. Сонда қараңыз, олар ағылшынды мектептен емес, балабақшадан бастап оқиды. Арнайы ағылшын мектептеріне барады. Дұрыс па? Балабақшада арнайы ағылшын топтарына барады. Жаңағы балалар, әйел балалар. Маған айтады соны, 8 сынып оқиды. Сіз кешіріңіз дейді. Мен тұрмысқа шығам ба, шықпайым ба, мен өзім шешем дейді. Тұрмысқа шыққанның өзінде бала табам ба, таппайым ба, ол да менің өзімнің проблемам дейді. Сіз ойлаңыз, қандай ұрпақ өсіріп жатырмыз біз? Сонда не істейді? 12 жасқа дейін баланы ағылшынша оқытпайды. 12 жасқа дейін жапон тілінде, жапон тілі, әдебиеті, мәдениеті, тарихын оқытады. Сөзсіз. Бала әбден қалыптасқаннан кейін барып ағылшынша оқытады. Біз 1-ші сыныптан әзер алдық ағылшынды. Міне сондықтан баланың туған кезде бастап ана тілінде өсіріп, өзінің ұлттарын сіңіріп, балада ұлттық иммунитет қалыптастырып үлгеру керек. Ұлттық иммунитет қалыптаспаған баланы ағылшынша оқытуға болмайды. Неге? Өйткені ағылшын тіліндегі ол бала анау Диккенстің ең озық ойларын алмайды. Ол ағылшын тілінде қазақтың заңына келмейтін, шариғатына келмейтін нәрселерді бойына сіңіріп алады екен ғой. Неге? Өйткені өзінің бойында не жоқ? Иммунитет жоқ. Міне сіздерге ағылшын тілі. Сондықтан баланы қазаққа күзет шығып тәрбиелемей, оған ағылшынша оқытуға болмайды. Мен бұл бек сенім солай. Әрине, кеше бір кісі машинасын жазып апты. Машинасынан жазып апты. Неден көрген шығарсыз Фейсбуктан? Не деп жазып апты? Өз тілің бірлік үшін. Өзге тіл тірлік үшін. Өз тілің бірлік үшін, өзге тіл тірлік үшін. Қандай әрине сөз, Өз тілің, қазақ тілі бірлік үшін, яғни ұлттық бірлікке келу үшін керек. Өзге тіл ағылшын тілі тірлік үшін керек. Тек қана тірлік үшін, сөзсіз бе? Абай айтады, орыс тілін меңгерсең, дүние арзанырақ түседі дейді. Сол үшін керек ол, дүние үшін керек. Ал бірақ өзінің фундаментін қазақша болу керек. Соны айтады. Тілі өлген халық тірі өледі дейді. Тағы сонда қараңыз, қандай саналы адамдар бар қазір бізде. Фейсбукта жүр. Тілі өлген халық тірі өледі дейді. Енді біз кімге сыйынуымыз керек? Біз жанымызға сыйынуымыз керек. Бүкіл энергия қайда тұр? Жанымызда тұр. Бірақ оған достық жоқ. Неге? Өйткені нәпсі тұр мына жерде. Нәпсі жібермейді маған. Жан нәпсінің несінде жатыр? Зынданында жатыр. Байлаулы, аяқ қолы байлап тастағанда. Біз жанды көрсем, білсем деген жанды нәпсі не істейді? Өзіне жұмыс істетіп қойды. Ол байлаулы жатыр. Сонда шәкәрім айтады. Нәпсі үйінде байлаулы ынсап жатыр дейді. Ынсап не? Жанның. Ынсап жанның несі ғой? Сипаты, Нәпсі үйінде байлаулы ынсап жатыр. Сопсынып, ақсынып, әуре болмай, ер болсам, босатып ал сол зынданнан. Мұның емі тегінде сол босанған. Сонда қараңыздар, біз балаларымызды қалай тәрбиелеу керек? Ынсапты қылып тәрбиелеуіміз керек. Ынсапты тәрбиелесек, болды, жан қозғалысқа түседі. Сондан бүкіл энергия, біз мысалы бөлмеде Данияр деген менің досым отыр, бизнесмен. Қазір кітап жазып отыр, кітап жазып отыр. Сол
кітап жазғысы келеді да, бірақ қорқады. Мен жаза алмаймын, мен істей алмаймын дейді да. Сосын мен оны айттым. Сен қорықпа. Сен тәуекел қыл. Сен өзің жаныңа сыйын. Деп, оны нәпсінің кедергісінен өтуіне көмектестім. Қазір үйде, жолда отырып, анау кітабын жазып жатыр. Неге? Айтады, аға дейді. Бәрі ішімде тұр екен ғой дейді. Сөз бе? Бәрі бар екен ғой мен ішімде. Сөз бе? Сондықтан бүкіл байлық сіздің ішіңізде тұр. Сөз бе? Ғылым жасайтын, технология жасайтын, бизнес жасайтын, барлығы қайда жатыр? Жанында. Бірақ сол жанға достық жоқ. Сонда Абай не дейді? Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап. Әуреден ішіңе қулық сақтап. Өзіңе сен. Кімге сен деп тұр өзіңде? Жаныңа сен. А біз кімге сенеміз? Кімге сенеміз біз? Біз үкіметке сенеміз.